Бәріне сәлем, сіздермен бірге Лаура. Бүгін мен сіздерге шоколадты пирогтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Өзі өте жұмсақ әрі әдемі болып көтеріліп шығады. Ең алдымен бізге таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып аламыз. Оның үстіне қантымызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Бізде өте керемет осындай масса болып шығады. Одан кейін үстіне ерітілген майымызды құямыз және жылы сүтімізді құйып, үстіне жарты ұнымыздың жартысын саламыз, какаоны саламыз және де разхителімізді салып, үшеуін жақсылап бізде бір масса болғанша, арасында іртік болып қалмау қажет. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін араластырып болғаннан кейін ұнымыздың қалғанын барлығын салып, тағы да бір масса болғанша жақсылап араластырамыз. Бізде арасында ұнтақ болып қалмау қажет, іртік болмау керек. Міне бізде осындай сұйық масса шығады. Енді оны ыдысымызға біркелкі етіп барлығын құйып алатын боламыз. Сосын осылайынан лопатканың көмегімен бетін түзулеп, жетпеген жерлеріне жақсылап лопаткамен жайып шығатын боламыз. Сосын осылайынан жақсылап ұрғылап жіберетін боламыз. Бұл бізде біркелкі болып көтерілу үшін. Пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Менің пирогым пісіп шықты. Осылайынан шеттері жабысып қалған болса, осылай жақсылап формамыздан пышақтың көмегімен кесіп аламыз да, одан кейін кесіп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңызға өте жұмсақ әрі оңай кесіліп жатыр. Мен осылайынан үшбұрыштап кесіп алдым. Қараңыздар, қандай күшті, прям жұмсақ болып тұр. Дәмі де өте керемет екені көрініп тұр. Осылайынан мен бетіне шоколадты ерітіп, бетіне сәндік ретінде жағатын боламын, және де осындай заморозкада малиналарымнан бір-екеуін осылай бетіне қоятын боламын. Сонымен балаларға берсеңіздер өте керемет болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, енді дәмін енді айта алмаймын, өте керемет болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер, әсіресе кешкі шайға немесе бестің шайына жасасаңыздар өте керемет болады. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.